Мысалға Нұргүл, Қадыр Мырзалиевтің тағы да қазақтар хақында деген өлеңде, оқып отырсаң, дәл қазіргі заманғы қазақтардың мінез құлқын суреттеп бергенде, мысалға қараш, керегіне жұмсай алмас күшінде, кемшілік бар үлкенімде кішімде, сәл ертерек ошағының от өшкен қазақтардың бір қайнауы ішінде. Қай заманда бұл даладан қашты мұң, қыр тұрғынын шайпау тағдыр шашты мұң. Бабам қазақ бүгін тойса, оп-оңай ұмыта салған кеше көрген аштығын. Қарсы келмес бұл сөзіме жөндік-қан, хандық емес жеке-жеке болдық хан. Бірде олай, бірде бұлай бұл халық, қазақ болу оңай емес сондықтан. Қазына деген өлеңі бар. Тарих туралы, біздің енді жер байлығымыз туралы бәрін айта кел. Тыңдашы менен бүй дейді. Америка ашқандай аштық талай өңірді. Кедергісіз ешқандай қаздық қанша көмірді. Қара жерді қопардық, астар алтын, тысы шым, кенді судай қотардық. Мырыш үшін, мыс үшін. Тұнып тұрған бір құнар, түзім менің керең бе, жер май үшін бұрғылар жетті қанша тереңге. Қашты жұрттың күлкісі, қашқаны да орынды. Көне заман мүлк үшін қаздық қанша қорымды. Көзіңізбен көрдіңіз, таумыз, түзбіз, тақырмыз, қазып жерді біз жегідей жеп жатырмыз. Бөгіп қалма, бұлдама, болса елдің керегі, басқа түгіл бұл дала бізге ұран да береді. Келешекке базына көп сыр жатыр жазылмай. Тарих деген қазына, қалама тек қазылмай. Өткен күнде өнеге тонна тұрар грамнан. Тарих сонша немене? Қауіпті ме ураннан?